Бірге боянатын боламыз. И боянып жатып, мен сіздерге күшті әңгіме айтқым келіп тұр. Блокноттарға жазып қалған біраз әңгіме бар, негізі айтам. Принцип типа работать ради денег – это не для меня. Өйткені мен өзім, конечно, ақша табу керек, бірақ ақша табу үшін мен любой жұмысты жасай беруге болады дегенге келіспеймін. Сен жасап жатқан жұмысын, ол саған ұнау керек. Мысалға мен маркетингке кіргеніме 4 жыл болды, бірақ басында мен де маркетингке кірген кезде маған оңай болған жоқ. Мен 4-5 ай ақшасыз жүрген, чисто минусқа жұмыс жасаған кездер болды. То есть займмен квартирамды төлеймін, кредитпен жабамын, солай өмір сүрдім. И сол кезде я могла бы бір бургерныйға, донерныйға барып жұмысқа тұруға. Себебі 200-250 мың зарплатамен сол кездерде бургерныйда кассир сияқты жұмыстар толып тұрды. 2-2 графикпен үшін. Ол кезде ойладым, 2-2 графикпен бургерныйда жасасам, әрі қарай сол 2 күнде может бір маркетингпен айналсам, продюсерпен айналсам деп. Но мен точно білдім, если мен қазір бургерныйға сондай бір жерде жұмысқа кіріп кететін болсам, менің миым просто өшіп қалады. Сол үшін мен қаншақты ақша болмай жатса да анжаққа тартпады мені, мүлдем тартпады. Өзім қаламаған мамандық, мен барып официант болып ақша тапқым келмеді, потому что менде ми бар. Мен барып бургерінде жұмыс жасағым келмеді, потому что менде оққан білімім бар да, мен сол білімім арқылы, миым арқылы ақша тапқым келді. Сөйтіп 4-5 ай ақша таппай жүрсем да, одан кейін сатуға келгеннен менде уже өмірім өзгере бастады. Сосын сатудан кейін ассистентке келгенде өмірім өзгере бастады. Яғни бұл салалардың барлығында мен жақсы көрген соң жүрдім. Қазір мен сатуға қайтып келмеймін, потому что мен уже сатқым келмейді. Яғни адамдармен сөйлесіп отырып сатудан менің энергиям керісінше кетеді. Сондықтан ақша тапқысы келіп жүрген, өзін іздеп жүрген барлық жастарға айтарым, ақша керек болып тұрса да, өзіңіздің жақсы көрмейтін жұмысыңызды жасамаңыз. Себебі ол жұмыста біріншіден сіз ұзаққа қалып қоюыңыз мүмкін, потому что стабильность барлығына ұнайды. Мысалға мемлекеттік жұмыста жұмысы ұнамай жүргендер неғып жұмыс жасап жатыр деп ойлайсыздар, потому что ол жерде стабильно. Ал қазір ол жұмыста шықсам, мен басқа жұмыста болмаймын деп қорқады, потому что стабильностьқа адам үйреніп қалады. Сондықтан бірден бастасаңыздар, өздеріңізге ұнайтын мамандықтан бастаңыздар. Мен ассистенттіктен баста деп кеңес берер едім, себебі өзім бизнес-ассистент болып көрдім. Бизнес-ассистент болған кезде менің барлық армандарым орындала бастады. Шетелге шықтым, мышлением өзгере бастады. Көп адамдармен таныстым, білім тәжірибем көбейді да. Сондықтан жаңағыдай алдағы уақытта бизнес бастағысы келетін, өзінің өмірін өзгерткісі келетін, дамығысы, өскісі келетін барлық жастарға ассистент бол деп айтар едім. Бизнес-ассистент осы 2025 жылдан бастап кәдімгідей хит ниша болайын деп тұр, сондықтан қазірден бастап бұл нишаға кіріп алыңыздар. Ал бизнес-ассистент жайлы мен толық білгім келеді дейтін адамдарға арнап мен тегін мастер-класс өткізгелі жатырмын. Мастер-классқа тіркелу үшін төмендегі номерге жазыңыз. Ең үлкен проблема, мен дружить ете алмаймын, білмеймін, адамдармен дос бола алмайды екенмін. Мен көп адамдармен танысқанды жақсы көремін, нетворкинг дегенді жақсы көремін, бірақ мен адамдармен әрі қарай дос болып қала алмаймын. Соны ойландым, неғып үйтемін мен, неғып дос болмаған қиын деп ойлап жүрдім да. И алдында ойланып отырсам, маған универ кездегі бір оқиға есіме түсіп кетті. Қазір мен осы Диордың тенімен боянып отырып, сіздерге күшті қылып тұрып айтып беремін. Негізі менің универ кезде подругам болды. Бірінші курстан бастап дос болған подругам болды. Одногруппник қыз, жақсы достасатынбыз. Қарыз сұраса қарыз беремін, қыдырайық десе қыдырамын. То есть мен ешқашан да отказ бермейтінмін да. Бір общагада тұрсақ та, всегда бірге жүреміз, бірге қыдырамыз, бірге тамақ ішеміз. Солай күндер өтіп жатты. Потом екінші курс па, үшінші курста ортамызға бір қыз қосылады. Сөйтіп біз тройка подруга боламыз. И сол кезде мен өзімнің отстраненный бола бастағанымды байқадым. Олар өздері қыдырып кетеді, мен алмайды, мені шақырмайды. И бір кезде мынандай случай болады. Қанша дегенмен подругам деп санап жүрдім бұл қызды. Бірге бір кафешкаға ма, сол жерде қыдыруға барамыз. Үшінші қыздың атын айтпай ақ қояйын, Ақмарал деп қоя салайық. Айтады да, біздің қазір отырғанымызды Ақмарал білмей ақ қойсыншы дейді. Неге десем, ренжиді дейді. Знаете, тогда стало очень обидно, потому что олар всегда қыдырады, мені шақырмайды ғой. Тоже мне по идее обидно же тогда. Мына жерде как бы біз қыдырып жүрміз, и маған сөйтіп айтады, білмей ақ қойсын деп. Маған сол кезде жаман стало обидно, потом уже мен өзімде отстраниться етіле бастадым. Қатты сөйлеспей, қатты араласпай. Возможно, содан кейін мен қазір қыздармен қатты дос болғым келмейді ма деп ойлаймын да. Негізі қазір менде достарым бар, жоқ емес. Бірақ мен өзім, оказывается, отталып кетеді екен оларды. Потом, мысалы, қыдырайық десе, потом қыдырайық деп. Неге олай болып кеткенін түсінбеймін. Может, возраст влияет на это. Сіздерде ондай жағдай болған жоқ па?
маркетингке енді кірген кездері где-то 3 жыл бұрын ғой деймін. Сол кездерде менен көбісі келіп сұрайтын или там жазып сұрайтын, Анар, мен өзім немен айналысарымды білмей жатырмын, маған көмектесші деп айтатын да. Сондай сияқты сұрақтармен келетін. Менде осындай проблема болып жатыр, қалай шықсам болады, не істесем болады деп келеді да. Мен сол кездерде ойлайтын, неғып менен осылар сұрай береді, мен не білем ба бұларды, неғып маған вообще проблемаларын айтады, негативтерін айтады, құрындаршы деген сияқты ой болатын да менде. Қазір түсініп жатырмын. Мен қазір икигай распаковка өткіземін адамдарға. Сол икигай распаковкаға келген адамдардың да больдары сондай да. То есть олар өзінің өмірде немен айналысатқанын білмейді, немен айналысқысы келетінін білмейді, қандай жақсы көретін ісі қандай екенін білмейді, өзінің істеп жатқан ісі ұнамайды, өзгерткісі келеді да. Сол үшін маған келеді икигай распаковкаға. Солай алдында бір кісіге икигай распаковка жасап жатып, осы бұрынғы маған келетін сұрақтар есіме түсіп кетті да. Вот сол кезде түсіндім, неге менен өйтіп сұрақ қоя беретінін. Потому что по-любому адам сезеді, кімнен қандай сұрақ сұрау керек, кім оған қалай көмектесе алатынын ол сезіп тұрады да, біліп тұрады. Негізі адамдардың барлығы ақымақ емес. Дизайн туралы білмейтін адамға барып дизайн туралы сұрасаң, ол саған айта алмайды ғой. Сол сияқты адам кімнен сұрау керек екенін біледі, кім қалай көмектесе алатынын біледі да. Возможно, сол кезде менде сондай бір әрекеттер болды, что олар менен сондай сұрақ қоятындай. Бірақ қазір мен адамдарға осылай өзінің способностьтарын табуға, өзінің миссиясын, икигайын табуға, өзінің сүйіктісін табуға көмектесіп жатырмын. Және де бұл ісіме қатты қуанамын. Өйткені бұл сауапты іс та. Себебі бұл өмірге барлық адам қандай да бір мақсатпен келеді. Барлық адамның бойында қабілеттер бар, Алла беріп қойған. Және де сол қабілеттерді орындамаса, ертең сұралады. Соны орындатқызу үшін мені жібереді екен да Алла оларға. Ол сауапты іс жасап келші барып деп. Адамның икигайын анықтау негізі оңай емес. Бір 2 сағат уақыт алады. Кейбіреумен де 3 сағат, 4 сағат отырып кеткен кездер болады. Сол кезде жыным айтады, блин, 3 сағат, 4 сағат сен не істеп отырсың, барлық уақытыңды құртып деп жыным келеді да. Бірақ соңында оның икигайын тапқан кезде менде облегчение болады. Таптық қой деп. Кейбір адамдар ашылмай жатады икигай кезінде. Кейбір адамдар бірден ашылып кетеді. Сол бірден ашылып кеткен адамдарды жақсы көремін. Ал ашылмай жатқандарға мен 1040 сұрақ қойсам да ашылмай тұрып жатады ғой. Соны ашу және де оның қабілетін шығару, сол менің міндетім. Қазіргі мен ассистенттерді оқытып жатқанымда негізі сол жастарды дұрыс бағытта жүрсе екен деген ниеттемін. Және де әрине сабақ барысында обучениеде мен қалай икигайын табу керек, мақсат қаншалықты важно екенін түсіндіремін. Ассистент негізі осы 2025 жылдың ең хит нишасы. 2025 жылдан бастап бұл ниша өте актуалды болады және актуалдылығын ешқашан жоғалтпайды. Себебі кәсіпкерлер жылдан жылға көбейіп жатыр, ассистент та жылдан жылға көбею керек. Егер бизнес ассистенттің кім екенін толық білгілеріңіз келсе, менің тегін мастер-классыма тіркеліңіз. Мастер-классқа номер төменде қалдырып кеттім. Сол номерге жазсаңыз, мен сізді тіркеп қоямын. Мен үшін январь, февраль айы өте кризис айы болды. Мүлдем ақша таппадым ол кезде, яғни январьдан мүлдем ақша таппадым, февральдың аяғында ғана ақша тап бастадым. Мен как раз февраль кезінде ойлана бастадым, неғып маған ақша келмей жатыр. Бұрын Алматыда жүргенде маған спокойно ақша келуші еді ғой. Менің методтарым Алматыда маған күшті ақша алып келуші еді ғой. Всегда ақша болмай тұрса, всегда ақша келе қалушы еді ғой деп ойладым. Неғып маған Астанада жүрген кезде ақша келмей қалды деп сөйтіп ойланып жүрген кездерде подкасттар көріп жүрдім, Жолзақбаттың сейф деген бонусын көріп жүрдім. И сол кезде айтайын, күшті бір инсайт түйдім. Сол инсайтты түйіп қабылдағаннан кейін, сенесіздер ме, 3 күннің ішінде 5 клиентке сразу услугамды саттым. Ол қандай инсайт дейсіздер ма? Ақшаны Алладан сұрау и при этом отказ беру. Сол инсайт маған қатты өтті. Конечно, бір естігенде бағынасын түсінбейсің, қалай мен сұрап тұрып отказ беремін деп. Парадокс сода да, то есть ақшаны жүрекке салмау. Ақша келсін, миллиондап келсін, то есть ақшаны жақсы көретінді Аллаға мойында, я мен ақшаны жақсы көремін. Я мен көп ақша тапқым келеді. Андайға мен ақша тапсам, мен балалар үйіне беремін, садаққа жасаймын деп өтірік 200-ді болудың қажеті жоқ. Просто шындығымен айт, мен ақшаны жақсы көремін, потому что мен бренд киімдер кигім келеді. Мен ақшаны жақсы көремін, потому что мен всегда күшті жерлерде жүргім келеді, эстетичный жерлерде жүргім келеді. Мен ақшаны жақсы көремін, потому что мен әдемі квартирада тұрғым келеді, машинамды алғым келеді. И при этом жаңағыдай отказ беру. Ақша сенікі, барлық дүние сенікі. И оны мен жүрегіме байламаймын. Саған сен қалай әкелдің, дәл солай сен алып кете аласың. То есть ақшаны спокойно жібере алу керек та. Вот сол нәрсе маған қатты өтті. Негізі бұл банальный нәрсе, біз бұрыннан білеміз ғой. Но іште андай не болмай, нәпсі жібермейді да.
мен қалай жіберем ол ақшаны деп ойлайсың да. Бірақ сол Жолзақпат күшті қылып түсіндіріп бергеннен кейін менде сондай жеңілдік пайда болды. Шынымен ғой, мысалға біз айтамыз, біздің Каспийдегі ақшамыз біздікі емес, Каспий банктікі дейміз да. Бізде просто как оцифровка сияқты ноликтармен тұр ақша, болды. А былай ол банктардың арасында айналып жүреді да, біз қолымызға шығарған кезде ғана ол біздікі болады. Ал онлайн түрде ол только банктікі дейміз ғой, ол шындық негізі. Дәл сол сияқты біздегі ақшада ол біздікі емес, ол Алланың ақшасы да. Алла береді, и Алла дәл солай алады. Просто шын ниетпен, өтіріксіз, шынайы сұрау керек. И при этом ашық сену керек, что ақша біздікі емес, ақша Алланікі екен. Ақша негізі ол просто сенің потребностьтарыңды жабуға инструмент қана. Бұл жерде ең бастысы бұны ауызша айтып қана қоя салмай, кәдімгідей іштей сену керек екен. Ал боянып болдым. Қалай болдым сіздерге? Қазір шашымды да жасаймын. Пока-пока.